Құрметті екібастұздықтар және қала қонақтары, армысыздар, жайдарман сүйер қауым. Ендеше қаламызға келіп жеткен кезекті республикалық Екібастұз ашық лигасы 1-4 ширек финал біз бастаймыз. Ал ендеше бүгінгі ойында өзінің әділ бағасын беретін әділ қазылар алқасы. Жас әке болса да, бірақ ардагер жайдарманшы Ергазин Дәурен. Екібастұз қалалық мәслихатының депутаты Садвакасов Серік Телманұлы. Мен де Садвакасовпын. Екібастұз қалалық мәслихатының депутаты Нұрпейісов Әділет Қайыржанұлы. Қазақстан болашақ жастары қоғамдық қорының директоры Тілеулес Жастілек Сүйіндікұлы. Әділ қазылар алқасының төрағасы Екібастұз қалалық Нұр Отан партиясы филиалының басшысының бірінші орынбасары Макраев Нияз Құдайбергенұлы. Ал енді бүкіл жайдарманшылардың атынан осы ойындарға көмек қолдау көрсетіп жүргені үшін Екібастұз қаласының әкімі Нүкенов Қайрат Теміршотұлына, Екібастұз қалалық мәдениет және тілдер басқармасына, Екібастұз қаласының Нұр Отан партиясының филиалына және жастар бастамаларын дамыту орталығына алғысымызды білдіреміз. Және тағы бір айтып кететін қонақтарымыз бар. Осы Павлодар төңірегінде танымал. Жалпы республикалық деңгейде де біраз еңбектері бар, өрен еңбектері бар облыстың атынан. Павлодар облысының намысын қорған қыздарымыз бар. Мына эфирде біреулерін көрген шығарсыздар. Чехов аялдамас қонақта келді. Ал, командалар, сәттілік. Орталық Қарағанды қаласы, орталық жайдарман тобы. Саған қалай айталам, айтпай қалай жайын табам. Бұл әуен онша емес, бастайықшы қайтадан. Тұрағап дым істемегенсің ғой. Қымбаттастар, байқағандарыңыздай мына бала мен итім Ақтөске ұқсайды. Кете ұқсамайды жынысы ма? Ұқсайды деймін. Ұқсамайды деймін. Жалпы өзі не дейсің? Ақтөстің өзі кем ғой? Бұл білесімеші ақыл дейді. Бұл санау біледі. Кәр көрейді. Ақтөс. 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 Көрдің ба? Кете болмайды ма? Оңғай ғой, кішкен қиынырағын қойсайшы. Қиынырағы керек ба? Ақтөс. Қара. Әрине қымбаттастар, бұл әзіл болатын. Бұл біздің командамыздағы Тойбек деген жігіт. Бұл жігіт жалпы мықты пародист. Итке пародия мықты салады. Тіпті гламурный ит салып береді. Жігіттер, мынадай бар қосыз. Кетейді! Жалпы халуан бала. Олай болса, базар жоқ театрының актері Аманғали Спабековке сценарий жаздырып жүрген орталық. Тағы қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сонымен көреміз екі жігіттің әңгімесі. Жамбот қызың қайда? Айырылысып кеттің қызыммен. Неге? Өзі ғой, мен сүймен сүйетінді айтпайсың, маған жақсы көретінді айтпайсың, жынданып кеттіңді. Айгүл! Мен сен сүйем в натуре Айгүл дедім ғой. Содан кейін жүрмей қалдық. Неге? Сөйтсем аты Малика екен.
Тамашалаймыз кинотеатрда болған қызықты жағдай. Ту, Жанболат, айтшы нағам. Дос, қош, кино көріп отырып қой, қаншама адамдар отқан. Ту, Жанболат, айтшы нағам. Дос, мен қызым ғой, тем более қойсеш, түрі ойша емес болса да. Енді шын ойша емес қой. Жынды ма? Кетші. Жанболат, айтшы нағам, жынды ма нау? Дос, қойш дейм, қоймалы болшы на жаққа жаным. Өзім отырайын. Жанболат, ана сен құшақтап жатыр, о біраз етесейші? Нормально екен, нормально. Өмірде түрлі адамдар болады. Мысалы, тілдері ырға келмейтін адамдар бар. Сонымен көреміз прокуратурада болған қызықты жағдай. Мынау охранник дұрысы мынау. Көзін ашып жүр. Қашым шауырмен күретіні осы жерде тұрады, құрсын. Менен көп ақшалады үші. Саламатсыз апай. Саламатсыз. Апай, не ма? Плакала тола ма? Не дейді? Плакала тола ма дейм? Айбай, не дейді? Бұна плакала тола ма дейм? Бұл шыққандай плакулатур емес, жынтысың ба сен? Бұл кәдімгі прокуратура. Дәл өзі ғой. Мен көрді ғой аяқтан. Немен? Пластикамен. Айбай, не дейді? Құрсын, не дейді? Сен дым түсінбедің ғой, Басекен кесін өзі сөйлеседі сен мен. Не айғайын мынау, не айғайын? Саламатсыз Басекен. Мына бала бірдеңе дейді, дым түсінбедің, өзіңіз көріңізші. Өзіміздің балаға плакалатуға керек. Ауылдың тауықтары қалаға барыпты. Дәл сол ауылдың тауықтары өздерінің ауылдағы тауықтарына барып әңгіме айту үстінде. Құрметті қадірмен тауықтар. Әжептәуір сендерді қадірмен деп тұрмын. Қалада KFC деген зат ашылыпты. Қойш. О жақта тауықтардың басы шабады екен. Тауықтар, о жақта тауықтарды қурады екен. О жақта тауықтардың үстінен кончу түсіп жейді екен. Не болды сен тауыққа? Аппетитім ашып кетті. Рахмет достар. Қымбатты достар, сөз соңында біз екібастұзға жолға аттанбас бұрын өз ата-анамызға уәде беріп кеткен болатынбыз. 1-4 ойыннан міндетті түрде жартылай финалға өтеміз деп. Ал енді қымбатты Әділқазылар алқасы, сіздер де біз түсініңіздер. Біз өз ата-анамыздың алдыңызда екі сөйлей алмаймыз. Сіздердің назарыңызға өнер көрсеткен Қарағандылық орталық жайдарман тобы. Рахмет, Екібастұз. Ал бәрекелді орталық жайдарман тобына үлкен рахмет. Келесі сәлемдесу Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласы Курчатов құрамасы. Екібастұз сахнасында Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласы құрамасы. Қарсы алыңыздар. Il est l'heure, fini l'heure de danser, danse. Төрт қол бұрыш, сәлем! Екібастұз, привет! Әбілжанға не болған ем? Олар ода бар ғой, өтпейтін әзілдерге аллергия. Қуаншыға алдымызда қандай команда ойнаған? Кетші бар көзімбе көрмей, қайдағы жоқты айтып сахнада тұрып. Сен неме, папаны көргесін ба кеше? Иә. Не деп кеткесін? Салам алейкум! Сен неме бүкіл ойыннан шырқын бұзып отырсың? Сен кімсің маған тиесің? Мен бар ғой, ана WhatsApp'та туысқандар деген группада бар ғой, жұма мүбәрак болсын деген картинканы жіберетін адаммын. Маған бәрібір понедельник, вторник, среда жібере берем ғой. Сен маған желание қарыз едің ғой, Ермұхан? Ол не болыпты? Мынау болды жала. Басын істейме, кір емес пе? Кір болса, аппаратураны жала. Басын істейме, кір емес пе? Ол да кір болса, Қуаншыған жалаш бір. Басын істейме, кір. Басын істейме!
желание бар жаса. желаниялар нормально таңдамайсыңдар. Ал Қуаныш аға, сіз мына бүкіл әлемдегі ең мықты, ең күшті, ең әдеби, ең мықты жюрисіз. Жоқ, ведущийсіз. Жалап тастаңыз ғой. Біле білсеңдер, біз бұндай әзілмен алысқа бармаймыз. Осылай әзіл айтсақ, келесі ойынға бәріміз бара алмаймыз. Мен білем кім барады. Кім барады? Сен және диджей. Менші. Достар, сен бар кетші. Мұна әзіл сен ойнаш кәне. Осылай көргенмен біз бастаймыз, келеді! Мальки банана, mina y putana, Мальки банана. Қанеке көреміз, әлеуметтік желілерде қазіргі жарнамалар көбейіп кетті. Қоғамдық әжетханалардың бірінде болған оқиға. Один измет! Быстрые выплаты! Құрметті достар, бәрі әлемге әйгілі Александр Сергеевич Пушкин дуэльда қатысып болған бәрі біледі. Бірақ ешкім білмейді сол дуэль немен біткен. Сонымен дуэльда. Тантес, 10 қадам жасаймыз да атамыз өзі. Дуэль! Ах ты! Баласы! Аяғынан қаты жағымызды сүйіс шығатын хан. Ханем, дақмал! Көреміз, ешкіммен сөйлескісі келмейтін бала. Иә. Жарайды менде балан шоғы, сосын звондаш. Мешіт пен түнгі клуб бір ғимаратта орналасса қалай болады екен көреміз. Кеттік! Больницада болған Рамыз. Әкелдің ба? Әкелдім. Аш! Дәрігер бұл анализ еді ғой. Рахмет. Құрметті достар, бүгінгі ойында көбі флешмоб жасап, массовка жасап, билейді. Бірақ сіздер бір нәрсені ескерген жоқсыздар. Жайдарманда ең бастысы массовка, би емес. Жайдарманда ең бастысы әзіл. Сіздермен бірге болған шынайы әзіл жақсы көретін Курчатов құрамасы. Рахмет. Ал Курчатов құрамасына үлкен рахмет. Бұл командадан да енді болашақта біраз үміт күтеміз. Жергілікті топ жастар жайдарман тобы. Қайырлы кеш екі басты! Жігіттер, мен ставка қойдым. Құдай қаласа осы ставка ойнаса, ойнан кейін барып
кайфовать етеміз. Міне қараңдар. Мынау қадалып қалған ғой сені. Мартира сен екінші раундта ұйықтатады дегенсің ғой. Қойшы. Иә? Осы ставка мынау берді ғой, мынау. Сен бердің ғой. Сен бердің ғой ставка. Ерген ұрмаш, тоқташ. Менде екінші ставка бар. Қандай? Бүгін жастар жартылай финалға шығады. Жылы ма? Жоқ, қыбы. Қыбы? Құдай біледі өтеді. Құдай біледі. Жігіттер қойыңдар, осы ойында байсалды ойланып, сүбелі сөздер айтып, мына арлы-қазылардың жүректерінен шығып, мынау мойындарын бері қарай бұрып, шапалақ тұрдыртып, 32 тістерін, жалтыраған тістерін күлдіртіп көрсетіп отырмыз керек. 32 тіс дегеннен шығады ма? Жас тілегі қарап тұр, бізге қарап тұр ғой. Күліп, 7, 8, 9 тістер жұп. Қалай жоқ? Өткенде праздник болды ғой. Жігіттер, бүгін өте маңызды ойын. Бізге мықты әзілдер керек. Менде бар әзіл. Такси. Такси, сіз білмейсіз ба, мынау Яндекс деген бар. Ерген, қойшы осындай стиліңді бар ғой. Мынандай стилі бізге тән емес. Мұндай стилі Аға! Машинаның жартысын кеттіңіз ғой. Біле білсеңдер, Астананың туған күні болып жатыр. Сол Астанаға бюджеттен 18 миллиард 900 миллион бөлінді. Және де облыс болып, регион болып, соған сыйлық сыйлауда. Мысалы, Қызылорда қазақ еліне де монумент сатты. Монумент? Монументті де Ақтөбе қаласы білесің ба? Тек қана велосипедшілер үшін ғана көпір салып берін деп тұр. Бәрі сыйлап жатыр ма? Екі бассыз болып шетте қалып қалмақ. Біздер мынандай сыйлық сыйлаймыз. Сыйлайық. Мынау екі бассыз Инстаграмдағы парақшасына полезный екі бассыз сыйлаймыз. Қуасың ба неге? Енді бәрі бесполезный ғой. Және де тағы да бір жаңалық естіп жатырмын, Екібастұздан 30 километр қашықтықта Кремний завод деген салынып жатыр екен. Кремний завод деген? Жаңағы Астанаға бөлінген бюджет түк ойнамайды анда. Кремний заводына бөлінген бюджет 32 миллиард теңге. Сол Кремний завод деген шығат бар ғой, сонда 600 жұмыс орны 99% қытайлықтар жұмыс істейді. Қытайсыздар жұмыс істейді ана жерде. Мен ол жерге қалай баратын мен білемін. Берген. Былай барасыңдар ғой, короче. Осылай. Егосына шығасыңдар. Сосын пойдешь. Сосын пойдешь. Сосын умрешь. Қуасың ба, қайдағы умрешь? Енді айтып отқан жоқ қой, мынау аураны бұзады, аурайды бұзады. Ендеше болашақтарын ойлап жүрген жастар. Кетті! Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, Mas só que a profissão das minas é... abusadamente. Ela vai bater. Ela vai pingar. Сонымен қыздар көреміз алғашқы әзіл. Қызбен алғаш рет сүйіскен 6 жасар бала. Үйленген болды. Жалғастырамыз. Барлығына немқұрайлы қарайтын әке. Әке, мен екі қабат болып қалдым. Екі қабат болып қалдым. Иә. Сен қуаты келсің, қалай екі қуаты? Көбіткәл сыртында бар. Бір жыл бойы
жаңбыр жаумаған ауыл, сонымен көреміз талдардың әңгімесі. Шөлдеп кеттім дос. Шөлдеп кеттің бе? Иә, жабыспай тұршы. Ақтөс келе жатыр ғой. Ақтөс, бері кеш. Кеш, пожалуйста. Ақтөс, бері кеш. Әрі қарай жалғастырамыз, шаштар ашты жігіт тойда. Ал бәрекелді, мынандай тілекке бір ду қол шабалақ. Келесі тілегімізді мынау. Дамирдің досы, Шаштараздың бастығы Ерген Шашқа сөз береміз. Ал Дамир, тойлар құтты болсын, Дамир. Ауырмаңдар, сырқамаңдар, күліп ойнап жүре беріңдер арамызда. Ертерек айтсаңдар ғой мынау тойларға шомылып келеді деп. Сосын мынау шаш алдыру сендер екеуіңе бесплатно. Құрметті көрермендер, фантазиямызды қосып отырайық. Көреміз, мүлдем эмоциясы жоқ бала. Ай, досым, досым! Жалғыз дегенде досым еді. Ерген, салам алейкум. Не болып, мен жалғыз дегенде өзімнің досымдан айырылып қалдым. Ой, досым! Не ғой, кешкі жақын балалармен PlayStation'ға барайын деп отырмыз. PlayStation'ға? Давай. Көреміз достар, барлығымыз балалық шағымызда осында ойындар ойнаған шығармыз, сонымен аулада. Қатты пробивать етпе, ондай жоқ. Давай, байқа, қатты пробивать етпе. Давай. Медеу балам үйге кер. Сәбит балам үйге кер. Сөйттің ғой, Ерген балам, 10 минуттайын үйге кір, тамақ ішеміз. Жалғастырамыз достар, сонымен спектакльда болған оқиға. Қазір басталады қара. Дженнифер бар ма, Дженнифер? Джекқа мен сені сүйем дейді. Жаным, мен сені сүйем. Джек айтады қара, Дженнифер, мен де сені сүйем дейді. Мен де сені сүйем, жаным. Енше, Дженнифер айтады, үйленейікші жаным дейді қазір. Үйленейікші жаным. Джек айтады, мен сені алып қашам дейді. Брат, сен өзің көрсең де басқаларға көрсетші. Қайталай бермеш сөзін, не? Бол, брат, бол. Дженнифер, мен... Арқарай қалай еді, брат? Қаша, иә. Бол, Рахмет достар, Алладан айтсын. Рахмет достар. Сөз соңында елбасы айтпақшы, болашақ жастардың қолында. Рахмет. Mais je la joue cool, c'est vrai que j'en ai tant rêvé. Et je roule, même sans savoir où je vais. Бұл команданы да бір құттықтап қойсаңыздар болады. Біз қазақпызға қарсылас болып жүрген Қарағандыда бұлар да келесі айналымға өтті. Павлодардың намысын қорғап жүрген шымкенттік жігіттер БМПУ құрамасы Павлодар. Ал екі бас міне бізге дөң алыстан. Бұл сахнада тек мықтылар жасқан. Павлодардан келдік, екі бас алыстан. Қона жайқалды, көрермен бармысың. Сахнада біз БМПУ құрамасы. Ертістің жалғасы Павлодар қаласы. Олай болса бізді көтеріп қолда. Жайдарман әрине тек біздің жолда. Шапалақлыға бер болда. Бұл сендерге арнайы Павлодарға болма. Флой назарында скриптеуді желесі. Әзілдеуші керек емес артыланы келесі. Фристайлары болсын естемеміз жереше. Әптілі келген соң қажымен зау емеше. Павлодардан жаңа буын, қайырлы кеш Екібасты! Екібастыға келгесін, өзімізді қалажайлы айта кетейік. Біле білсеңдер, Павлодардан картошка шығады. Екібастыдан көмір шығады. Бір екеуін араластыр жерді деймін да. Календаты бұт-бұт па, сап-көсап картошка. Мана сен, дең дұрыс па? Мана сен, дең дұрыс па? Бұл ашық лига. Бұл ашық лига. Құтташ, немен сөзім қайталап? Бұл қайталау емес, бұл жай ғана репост. Түсіндірш бұл, екі
Екібастұз ашық лигасы. Сол ашық лигасын инстаграмнан іздедім, таптым, ашық лига ма десем закрытый аккаунт екен. Жігіттер қаларым жарамайды. Оның үстіне Екібастұз халқы өте білімді. Қойшы бәрі стипендия болманы осы жерде отырды. Жігіттер деймін да, Екібастұз қаласы Павлодарға қарағанда жаман. Жаман, жылы деймін. Жарат жігіттер, халыққа дайындаған әзілдерің бар ма? Әрине бар. Сонымен құрметті достар, көреміз, қобызшы келді. Осы әзілдерге толы павлодар ұшып кеттіктер. Құрметті достар, көреміз өзінің әкесінен ешқандай нәрсесін жасырмайтын бала. Нема, әке мен клубқа кеттім. Нормально, қыздар болса хабарлас. Давай, бақша. Керек достар, екі әйелі бар ағамыз үйінде. Жан тойға қай көйлегін киіп барады? Жан мен келін жоқ бар емес па? Тоқтаңдаршы. Қуаныш, сен қыздарға жақынсың ғой, қай қатын барам? Мына қатынмен ба, мына қатынмен ба? Құрметті достар, көрейік, әлеуметтік желі арқылы танысқан қыз бен жігіт өздерінің үйлену тойында. Ал, енді қазағымыздың дәстүрі бойынша күйеу бала қалыңдықты көтеру керек. Көтере алмайм. Не дейсің? Көтере алмайм. Көтере алмайм. Аға, бұл дәстүр. Сіз қалыңдықты көтеруіңіз керек. Көтере алмасаң, мен бар дәу қатын алып. Құрметті достар, көреміз, ауруханаға өзінің досының хал жағдайын білуге келген балам. Мә бауырым, мә досым, жүздеп келіпсің ғой, сен не тамақ ішпегенсің ба? Ішпедік қой, 3 күн болды. Не әйелің тамақ бермей ма не саған? Бермей жүр ғой, бермей жүр. Сол әйелің маған ең басында ұнамаған, басына шығарып алсың сен әйеліңді бар ғой. Сен де қызықсың. Содан емес па мына мойның сынып отқан? Қалай болды? Қалай болғанда бұлай болды. Тойда отқанбыз. Бір кезде туысқандар, тамадалар бәрі әйелін көтер дейді. Бір кезде көтердім, мойын сынды осы жерде. Әйеліңде не болды? Көрші палатада да жатыр ғой, бұтайып кетті. Құрметті достар, көреміз, рэп батл, яғни рэп сайысында болған жағдай. Спортадан келді, аян есімін, қазақтың қарапайым жігітімін белсенді. Bir türlü жігіт, bir türlü талғам, ортаны бұзып, қамалды салам. Қарсыласым, не дейсің, бро? Қарсыласым? Нема, микрофон береді бос па, дос? Давай. Айо, кеттік! Қызылордадан келдім. Сос? Аян есімім. Нема, дос? Мына текст, мына минусқа вообще сәйкес келмейді ғой. Құрметті достар, көреміз, қарапайым отбасында болған жағдай. Әке, ау, маған 5000 теңге бересіз ба? Не істейсің ол? Ана апельсин деген клубқа барайын деп едім ғой. Ойбай, ол жаққа Байзақова келейін деп жатыр дейді ғой. Байзақова келейін деп жатыр. Соған беріңіз маған 5000 теңге, әке. Сен ақшаң жетпей қалып шешініп жүрмейсің ба Байзақова? Жоқ, онда бірден 10 мың теңге беріңіз. 10 мың теңге? Онда мен саған 25 мың берейін, менің алдында шешіне салсаң? Әке, сіз онда маған 100 мың теңге қарызы болдыңыз ғой. Неге? Алдында 4 рет баняға бардық па? Ол есеп жүрмейді ол. Бірінші әке, уақыт жоқ бабы. Мен онда 20 мың теңге. Не істейік 20 мың теңге? Маған да билет ала сал, қазір барам 12-де. Әке. Ау. Маған 200 теңге берші. Не істейсің оны? Мешітке садаға тастаймын. Ақша битап шаша бермендеші. It's gonna be Құрмат, тұрады, жас жегені орныңызда тұрып қойасыз ба? Тұрмыш. Жалғастыра бер, Құрмат. Құрметті достар, ойынымыз соңында күдіртті ой сала білетін Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеттің құрамасы. Не үшін тұрсыз мен?
Енді павлодарға барғаннан кейін мақтанып айтып жүрмейміз да, сәлемдесудің соңында Жасылбек ағай орнына тұрып шапалақ ұрды деп. Рахмет достар. Бірінші топты аяқтайтын Жезқазған қаласынан келген Сарыарқа ұландары жайдарман тобы. Кеш жарғы екі қапты, екі басты! Жігіттер, бүгін ширек финал. Біз ба? Соны біз жалпы екі бастыға Жезқазғаннан екінші рет кеп жатыр. Дұрыс айтады. Жартылай финалға бүгін ширек финалда өту керек. Сондықтан бүгінгі ширек финалда сен жүрмесең былқылдап, мен жүрмесем былқылдап, кім жүреді былқылдап? Мен жүрем балдар. Жігіттер барлығын қойыңдар, осы Кешіріңіз қарындас, сіздің атыңыз не? жігіттер не болып жатыр? Ширек финал, екі бассыз ашық лигасы. Молодцы. Олжаға ассалаумағалейкум. Мына Жезқазғаннан келіп тұрып, 1-4 ширек финалда сізбен бір фотоға түспеген ұят болар. Кән. Қуаныш аға, менің шачкиміз оспай жатыр ғой. Қош қызықсың сен, сонау Жезқазғаннан келіп Қуаныш ағамызбен әзілдес. Айттық қой, бүгін ширек финал жаға жыртыс ойнадық қой. Ержан, түсінем, жаға жыртыс ойын. Бірақ та мына Қуаныш ағам жағасын жыртсағандарың болмады. Ержан, жаңа Қуаныш ағам артынан шығып келе жатпайын ба? Бір жаман іс шығады ғой. Ұят емес па? Жезқазғаннан келгеннен кейін сұм көзбен қарайды. Ондай әңгіме айтпа, Қуаныш ағамыз өйтіп пәлбасын шығармасайды. Рас айтам. Өйтіп айтпа дейін. Рас айтам, міне бүйтіп шығып келе жатам, артынан жаман іс шығады. Алып тастамайсыңдар ма мынаны? Қылыш қызықсың сен. Дайындықта да өсіп ойынды бөлесің, сахнада да бөлесің. Әбден шаршаттың ғой сен бізді. Қылышқа тиіспеңдер. Неге? Ол өзі сондай тез шаршайды. Ержан, 1-4 ширек финал, бір актуалка тақырыптарды айтпадық па? Жігіттер актуалды демекші, кеше мен хайп ұстадым. Жоқ, Нұрболат сенікі басқа ол. Жігіттер, актуалканың барлығы инстаграмнан шығады ғой. Сол инстаграм демекші кеше маған бір подписка келді ғой. Не деп? toydumан.kz дегеннен подписка келді ғой маған. Маған да келді ғой. Не деп? Бургер кит келді ғой. Ойды. Маған да келді жігіттер. Қандай? 10 күнде 10 кг тастап фитнес клуб. Манилом! Ойда қандай? Как увеличить за 7 дней? Мышцы! Жігіттер, барлығын қойыңдар. Осы екі бассыз десе, қыздар есімізге түсетін көпті. Пақ шіркін, екінші рет келдік, бір қызын сындыра алмадық қой. Екі бассыздың қыздарын сындыру оңай емес кені. Бұл екі бассыздың қыздарын сындыру үшін сенің кем дегенде түріктерсікінде сақалың болу керек. Кәрістердікінде түрлерің болу керек. Негрлердікінде тістерің болу керек. Бұл екі бассыздың жігіттерді сындыру оңай емес қой. Жігітінес? Жоқ, былайша айтып жатқанда деймін. Қараш қандай жігіттер? Жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай. Ұрса ұрғаным болатын жігіттер. Пақ шіркін. Бұларды сындыру үшін бар ғой. Мадина Садуақасовакіндей түрің керек. Болу керек. Жанар Дұғалуанкіндей даусың болу керек. Конечно. Тым болмағанда ұрады, тым болмағанда. Байзақ! Жоқ, подписчиктерім Өргенше мақтап атсың. Жынсынбай екі бассызда Жезқазғанға аман есен қайтты. Олай болса ойынымыздың басын Байзақованың мүлдем айтпайтын сөзімен бастаймыз. Құрбым бүгін Жұмакен ғой, Жұмаға барып қайтпадық па?
Ахмет Өгелді қарсы алайық. Шапалақ, шапалақ. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Мүлдем мақтан алмайтын жігіт өзінің досымен. Досым енді ана машинаны сырт. Братан, ана қызы фигура алғаш отырған орнынан көрініп отыр ғой. Бізде о қыздың фигурасын ғой, сен мен әжейдің фигурасын көріп пе? Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Қыз жібек кинофильміндегі Төлегеннің ақбоз аты басқа жануар болса қалай болады екен? Төлеген, қайдасың? Төлеген, қайдасың? Төлеген, ең қайда, есек, Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Өзінің бабник, яғни қыз құмар екенін білдіртіп қоя беретін әкім есеп беру кезінде. Ал енді мынау халқымна жолда бар ғой, 87-тегі маралдың жағынан бастап салайық, ә? Құрметті көрермендер, болашаққа көз жүгіртейік. 22-ші ғасыр өзінің әкесіне тақпақ арнап тұрған бала. Әкеме тақпақ. Эля, коса суена ра. Скуби-ду, папа. Бум-бум-бум-бум. Папа. Suena rap, Scooby-Doo papa. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Жастарыңызда да осындай бәсекелестіктер болып тұрады екен. Алло? Тұғыш? Шынсың ба? Не болды мынау? Не істеватсыңдар мен? Прическаны құрып сендер. Солай де. Не, дауыс демайды деп тұрсың ба? Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Мүлдем тілегайды өлмейтін бала өзінің әжесінің 80 жас мерейтойында. Әже, мерейтойыңыз құтты болсын. Не деймін, сүйгеніңізге сырымдей болсын. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. 1941-1945 қан майдан соғыс. Атыңдар, жігіттер, атыңдар! Атыңдар! Жігіттер! Қымбатты достар, біз бұл батыр бабаларымыз жайлы әзіл ойнай алмадық. Себебі біздің бұл сахнада тұрғанымыз сол ардагер бабаларымыздың арқасында. Ел үшін еткен ерлік естен кетпес естелік. Дегендер қамын жегендер аға, өлеңдер намысы қайнағандар ел сұмары жан. Елі менен жер үшін тыным көрмей, өтті өмірден талай тұлға білесіз бе? Өлгеннен соң өтірік атақ бермей, жақсыны бағалаңыз тірісінде. Сіздермен бірге болған ерлерім мәңгі есінде сақтайтын Жезқазған қаласынан келген Жезқазған индустриалдық гуманитарлық колледжі Сарыарқа ұландар жайдарман тобы. Рахмет. Екінші топты ашатын Павлодар облысының құрамасы Ақсу. Қуаңшаға айтып бересіз бе? Осындай ауыспалы ауа райынан және де көп командалардың ойынынан шаршаған шығарсыздар. Алдарыңызда осы жылы чемпион болатын команда. Қарсы алыңыздар, менің сүйікті командам Павлодар облысының құрамасын ортаға шығып беле отырыңыздар.
мына беріп жатқан шелек тойларыңыз құтты болсын. Естіп жатыр, мына жақында біздің досымыз, Адико деген досымыз шаңырақ көтеріп той берді. Ой, құтты болсын. Негізі біз той бергеннен кейін біз Ақсудан сіздерге құдамыз. Құда болып келеді. Құда болып келді. Мынау сіздерде қыз бар дегендей, бізде де қыз бар дегендей. Ішіп алдың? Теуіп атыр басқа. Көтеріп барады. Көтеріп барады, сен мына шығар жөнінде қаққысып қояр еді. Шығар жөнінде. Мынау кім? Қыдырата ғой. Шопырата. Бұл қазір жол жүрмей ма бізбен? Жоқ, жол жүрмей, жол тұрады, машина жүреді екі бастан. За рулем кім отырады? Руль ешқашан отырмайды, сиденье отырады. Жарайды, машинаны кім айдайды? Машинаны айдайды. Қымбатты қонақтар, құдалық дегеннен мен қыз алып жатыр, дұрыс па? Мына тойларға болады, кит береміз құдаларға. 5 құдамызға кит береміз. Кит әкелдік, 2 кит, мынадай касатка. Біреу Ақсуда жатыр, біреу Тынық мұхитта жатыр. Шынымен қоржын бар. Жоқ, қоржын. Міне, басынан бастайық, мына ағамыз міне очки тағып отыр. Мына баяғыда қарасам сіздің шашыңыз жоқ, енді сізге бір мынандай бір конголка бір сыйлық беріп қояйын. Мына ақ. Сосын екінші аға, тойыңыз құтты болсын, сізге пиджак. Сосын үшінші бізде аға. О, Нұротан аға, сізге енді сары футболка мына кешінде. Төртінші аға, бәріміз ағамыз ғой, сізге куртка с галстуком. Бесінші. Ой, аға. Сіз... Списокта төртеу берген еді. Жоқ па? Болмайды деген. Не істеймін бесіншіні? Қайда білейін, бір нәрсе қылмайсың енді. Сен бірден өзің бірден не істеймін мен? Бірден істеймін бірден. Шарара, шарара. Шарара, шарара. Бигоди, шарара. Ма билеген не? Халықты билеп тұрғыңыз ғой, біз де билетейік те. Жоқ, құда болып келе жатыр. Бір әншілік қауып салайық. Асқара менде бар. Ішіп алған тасбақаның әні. Менде де бар олай отырғызы. Қуандық рақым, бізді қуандық рақым. Логопедте жұмыс есе қалай болады? Бір нормальный берші. Нормальный бар, да, қуандық рақым. Ничего пойдет өзің қалай. Осындай көңіл-күйде құдаларымыз бастаймыз кетіп Бастаймыз достар, 1 жасында сауық кесуге ұмытып кеткен ата-анамыз 22 жасына есіне түсіпті. Көрейік тойда болған жағдай. Бисмиллахиррахманиррахим. Қас балам, қадам. Ай бәрекелді, енді көрек баламыз кітап ала ма, ақша ала ма? Кредитті просрочка, ақша алып кетеші ме? Жалғастырамыз, Қыз жібек пен Төлеген фильм режиссері сол фильмді басқаша түсірсе. Көрейік, Қыз жібек пен Төлеген киносы біздің көзімізше. Қыз жібек, месенджи! Вы не имеете права, я же малолетка. Салам алейкум, это от Бахи. От Қодара. От кого? Қодар. Балалар, Төлеген өлді. Ояту үшін не істеу керек? Дұрыс, будильникті ертерек қою керек. Жалғастырамыз, қазақтың ұлттық ойыны айтыс өнерін жүргізуші Жүрсін Германов ағамыз сол айтысты басқа стильда жүргізді. Көреміз. Бізде шығыстан келген Рино Заидов. Оған басқа шығатын өзіміздің қаракөз қызымыз Айнұр Тұрсынбаева.
Жалғастырамыз үйлену той, достар тілек айтуда. Ең қызығы достардың арасында бір журналист ағамыз бар екен, көреміз. Ал Адико тойларың құтты болсын. Енді келесі тілек өзің. Бүгін міне Екібастұз қаласында дүбірлеткен той өтіп жатыр. Соған қарамастан міне бір топ жастар өзінің дүбірлеткен тойын мощный жасап жатыр. Администрацияға түнгі сағат 2-ге дискотеканы сұрап едік, ат-тонын ала қашты. Міне бүгінгі тойымыздағы қыдырып жүрген ападан сұхбат сұрасақ, апа той қалай өтіп жатыр? Тамада рассмешило, классно, Құрметті достар, давайте пусть будем мы, они. Олег Чугадаев, Дархан Беш, Қасымхан Алдашев, Айдар Адахов, Төлетай Біріші, арнайы Екібастұз қаласынан. Достар, ойын соңында жаңа басын айтып өткендей біз сіздерге құдалар болып келдік. Құрметті әділ қазылар алқасы, қазақта жақсы сөз бар. Құда болсаң шыда дейді. Бізді енді финалға дейін шыдайтын шығарсыздар. Павлодар облысының құрамасы, рахмет. Алдарыңызда өнер көрсеткен 2016 жылы Екібастұз Жайдарман лигасының чемпиондары. Ол кезде Ақсу құрамасы болып ойнаған. Келесі болып шығатын Астана қаласы медицина университетінің құрамасы МУА. Құрметті көрермендер, ойын алдына сіздерден бір өтініш болып тұр, иә? Біз қазір ойнау барысында не істейміз дегенде барлығымыз бірдей кеттік деп айқайлайықшы, иә? Келістік па, достар? Рахмет сіздерге. Қайырлы кеш, укол салғанда өзін еркін ұстайтындар және жиырып алатындар, қас қылып алатындар, сосын 2 апта уқалап жүретіндер, сосын 2 апта аяғын бүйтіп көтере алмайды. Мәге не істеп жатсың? Қазір сахнада кім не істемей жатыр? Армысың Екібастұз? Құрметті көрермендер, жалпы біздің команда Екібастұзда бүгін 2-ші рет біз. Ал мынау дәрігер болғасын әдет тоқпаған ғой, мамин. Мынау жігіттер бүгін маңызды ойын болғандықтан өткен ойында жіберген қателіктерді бүгін жібермеуіміз керек. Жігіттер, өткендегі қателікті жібермейікші. Өткенде естіңдер ма? Қазылар алқасы мынау қонақ командаларға құлағына алтын сырға деп Екібастұз туралы мәлімет алып келдіңдер деген болады. Ал сол Екібастұз туралы мәлімет аға. Алтын сыра қайда? Құрметті әділ қазылар алқасы, папканың ішін ашып әуре болмай қойыңыздар. Іші толған Екібастұздың ауруханасында жатқан пациенттердің история болезні. История болезні дейсіз? Енді Екібастұздықтар үшін өзінің адамдарының денсаулығы туралы мәліметтен артық қандай мәлімет керек дейді. Жігіттер, бұл жыл жарасым маусым, қараңдаршы. Біз туралы айтып жатыр ғана маусым. Біз қалай сонда біз туралы? Астана мен Екібастұз туралы айтып жатыр. Медициналық туралы алып қарайық мысалы. Астананы ми деп алайық жігіттер. Көптеген шешімдер Астанада қабылданады, көптеген құжаттарға Астанада қол қойылады. Сол үшін Астана ми. Ал мынау өзіміздің Екібастұз жүрек деп қарайық жігіттер. Не үшін жүрек? Жүректі білесіңдер, ылғи жұмыс істеп тұрады. Қашан қарасаң өте еңбекқор. Қызығын айтайын ба жігіттер? Мына жүрек миға бағынбайды ғой. Бәсі, көрдіңдер ма? Көрермендер бізді қалай қолдап отыр? Шапалағын бізге деген махаббатын көрдіңдер ма жігіттер? Осындай шапалақтан кейін ойынның соңында залдағы көптеген қыздар келіп бізбен суретке түседі. Сондықтан алдағы қыздарды бронировать етіп ала берейік. Анау 3-ші қатарда 2-ші орында отырған қыз менікі. 2-ші қатарда 3-ші қыз мен. Жігіттер, анау 10-ші қатардағы 3-ші орында қыз менікі. Онда 8-ші қатар менікі? Қанеке 8-ші қатарыңыз, ол жерде жігіттер де отыр ғой. Қаламаса басқа қатарға барып отырсың, маған бәрібір.
ендеше құрметті екібастұздар, осындай керемет көңіл күйде не істейміз? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сонымен тамашалаймыз бас дәрігердің қабылдауында. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Баламды бір жұмысқа орналастырайын деп едім, ыңғайлы бір жұмыстар болса. Жұмыс? Иә. Ертеңнен бастап жұмысқа келе берсін, айлық 200 мың теңге. 200 мың теңге? Көп ағай. Көп? Көп. 200 мың теңге? Көп. Онда бір 150 мың теңгелік жұмыс бар. 150 мың теңге? О да көп ағай. 60-70 мың теңге жұмыс жоқ па сіздерде? Жоқ, жігіттер болмайды. 60-70 жыл жұмыс істеу үшін 7 жыл медакадемия оқып дипломмен келу керек. Құрметті көрермендер, дәрігерлер жалпы адамның тек қана тәнімен қоймай, сонымен қатар жан дүниесінде емдейді. Сонымен тамашалаймыз адамның жан дүниесімен тілдесе алатын дәрігер. О, бәке! Бәке! Қайдасың, бәке? Бәке, қайдасың деймін? Шили ойға түсіп кетпеген жасың, бәке? Мені таптым, бәке, қалайсыздар? Тоқтай тұршы. Мұнан бір қолақ істемей қалған ба, неме? Аға, мұнаның түбін былай майсылсан істейді ғой. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз медицина студенттері практикада. Құрметті студенттер жүріңдер, бүгінгі өтетін сабағымыз науқастың бас сүйегін перкуссиялау. Ол үшін қолды горизонтальды қойып, бас сүйегін бұлай ұрғылап тексереміз. Өздерің көріңдер істеп. Дәрігер, не істедіңіз? Ұйықтап қойдым, істей берсін. Құрметті көрермендер, жалпы ауруханада дәрігерлерді көріп жүрміз. Ал ендеше сол дәрігерлердің отбасында. Қанеке, Қанат, меніңше бір андай ашып бірдеңе жеймеш, бір тәбетім ашылып тұр бар ғой. Сәбит, дегенес, менің ана бір басым айналып, бір жүрегім ауырып ше, бір андай бір түрлі жайсыз сезіп тұрмын өзімді. Маған не ақыл дейсің? Қыз қоймын ғой. Дмитрий, дегенес, Мисан, намек ұсап тұрмын ғой. Мен аяғым ауыр, мен екі қабат, мен жүктімін деп тұрмын оса. Дәрігерге бармайсың ба? Қыз қойға сен дәрігер емессің ба? Мен гинеколог емеспін ғой, кетейін. Өмір осы бар ғой. Сен де кіп кішкентай нәрсеге бола. Нема, менің қай қолымдай тебісіп өскен ұрық жолдасым қайда? Аға. Інім, кел. Сен гинеколог емессің ба, жеңгең таңертеңнен бері сен тәбеті болмай, бір нәрсе болса болды қит едіп. Жеңгем ба? Жеңгем аяқ ауыр емес пе? Сен қайдан білесің оны? Енді аға, сіз түнде ночқа кетесіз. Жұмыс болады дегенде. Не дейін мына бе? Сөйледі мен қарамайын ба? Ой, молодец. Сенің осындайда гинеколог болғаныңның пайдасы тиеді ғой. Мына жеңіңе беретін бір дәрі-бәрің жоқ па сен? Бар дәрі. Мына дәріні көрдіңіз ба? Ауырған кезде бір рет берсеңіз болды. Онда аға қой, мен кеттім. Қайда кеттің? Жұмысқа ба? Қол жүре берсін. Бара бер. Мынау дал бутамин деген дәрі мәші ал. Сен білмейсің бе? Жүктіліктің алғашқы трисемесінде дәрілік препараттарды пайдаланып гипертиреозға шалдықтырып анемияға келеді. Артериялық қан тамырларының спазмын шақырып, нәтижесінде артериялық гипертензия, жүрек бұлшықеттерінің тонысын төмендетіп, босану кезінде тератогендік және ятрогендік факторлардың дамуына әсер етеді. Құрметті менің подписчиктерім, жүкті болсаңыздар дәрілік препараттарды пайдаланудан аулақ болыңыздар. Қарныңмен бірге қабілетіңді жығайын деп сен. Серега, тыңдашы. Сен әйелім бар ғой, ауырып тұр да бір ше. Сен дәрігерсің ғой, бірдеңе істесейші. Түк сенде, кіп-кішкентай нәрсеге бола. Кезінде жетекте жетеу, етекте екеу, алақанда алтауын көтерген аналарымыз қандай болған деймін да. Сол кезде жетекте жетеу, етекте екеу, алақанда алтауын көтерген аталарымыз қандай болған деймін да. Енді ол кезде аталарымыз мықты болған, қымыз көп ішкен, қызықсың сенде. Слабак.
иә құрметті көрермендер, жалпы біз дәрігер болғандықтан көптеген адамдар бізден сұрап жатады. Ең қызық сұрақ, мынау дәрігерлердің жазуы, яғни почеркісі неге түсініксіз деген. Ол біле білсеңіздер, ол дәрігерлердің арасында құпия сөз. Қалай сонда ол? Тыңшылардың арасында құпия сөз болады ғой. Вот сондай құпия сөз. Мысалға, пациент дәрігерге келеді ғой. Сол кезде дәрігер басқа дәрігерге жазып жіберу үшін бүйтеді да, мысалы, лидокаин деген дәрінің атын жазып жатады да, бүйтіп. Лида ертең тойға қаншаға жинамасыңдар деп шыма. Немесе. Сіздерге дәрігерлер рецепт жазып, аптекаға жібереді, дәріханаға жібереді. Сол кезде, мысалға, дәрігер ауру қандай дәрі берерін білмей, дәрінің атын ұмытып қалған кезде, бүйтеді да қайтадан фармацевтке Лида іш аурудың дәрісін беріп жібереді. Шынымен де құрметті достар, жалпы біздің дәрігерлердің почеркісі, яғни жазуы неге түсініксіз екенін шын мәнінде біз өзіміз де білмейміз. Сіздермен бірге болған Астана медицина университетінің құрамасы. Өзгеге укол саламыз, өзімізге салдыртпаймыз. Екібастұз қаласының жаңа құрамасы біз қазақпыз. Не oldu? Дальше прыщ çıkıp bitti. Ya mama. Батяге, кешірім сұрай. Балаларым, сендер де бірден төртке отырғыздар. Я, жартылай финал алып көшсең, бір номер көрсетем. Қойай. Сен шық. Жарайды. Ша. Уада. Шық. Болды ағай, аяғым ауыр. Неме деді? Мен білмей қалдым, мен айтып отырмын, аяғым ауыр деймін. Салбаса қарда, станция бар да. Кешірім сұрайын. Қайталас. Менің аяғым ауыр. Екінші баланы хочу кунать жүр. Тоқтат! Достарым, білесіңдер, Екібастұз қаласында жақында кремний завод. Сен осындай әңгімелерді айтсаң ана вокзалда отырған апай білесің ба не дейді? Не дейді? Кеш шығарыңыз! Жарыс бәріне, қамындар мұрсалар, кеш жарыс сіздерге. Қатшеш қоямысыңдар, жүр кетіп шешет. Айттым, бағана шешу керек мына шортыға. Тоқтатшы. Жақында айттым ғой сіздерге. Екібастұз қаласында кремний завод салады. Білесіңдер ме, кремний заводтан не шығатын? Ой, мен білем не шығаратын. Ана крем заводта аяқты сүртеді. Сен аурусың ба? Я да, ауру болмасам бүйтіп жүрем ба? Сен жындысың ба? Я да, жынды болмасам бұқаны сауам ба? Жүр сөйлесіп қайтайық. Жүр. Мама, есінде ме айтып едің ғой маған, ойнама, ойыннан от шығады деп. Айтып едім. Кеше байқамай, жас түлекті өртеп жүрдім. Қалай? Жықты. Тоқтатыңдар. Ал құрметті Дон Жуандар, Жанаттың хатасына кім барады? Мен бармаймын. Бармаймыз. Мақсаттың хатасына ше? Бармаймыз. Екібастұзға ше? Барамыз. Ода бастаңдар. Олай болса біз қазақпыз. Салам алейкум, Екібастұз.
Кешірім сұра. Біз қазақ, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, жұма мүбәрәк болсын. Сонымен көреміз, көшеде осындай да адамдар болады екен. Здесь даже солнца не видно. Говорят. Құрметті көрермендер, ойнатса өтетін әзіл, ұмытшақ келер. Сазан қалқала. Жақсы өзің қалайсың. Өлтіру керек қой. Білгіле. Құрметті көрермендер, премьер-лигада айырған әзіл, артындағы бишілерін ауыстырып алған әнші. Мұғаліммен жақсы араласатын оқушы. Так, балалар отырамыз қане жүзден. Так, балалар, так, сабақты жазамыз. Айнұра жүр, 4-5 шешек. Құрметті көрермендер, базарды өте көп аралаған ағамыз үйленуде. Мәрәқа тұрсаңыздар, ал құрметті Қабылова Айнұра, сіз жұбайыңыз қылып сазандаласыз ба? Иә. Ал сіз ше? Мен тоқа кетім қа, бір айнап көрейін, қасқа кетім. Сонымен көреміз, түнгі сағат 2 отбасында болған жағдай. Қаласы біз қазақпыз Жайдарман тобы. Құрметті ағайын, тікелей эфирде, яғни телевизорда көретін деген ниеттеміз. Рахмет. Евразия ұлттық университеті, Астана, Евразият Жайдарман тобы. Көбісінің айтуы бойынша екі бас орыс қолды, орыстан кеткен дейді. Ал менің ойымша, нағыз қазақтылықтың ортасы. Міне, екі бас тұс. Осы қалада жүргеніме 2 күн болды. Орысша сөйлеп жүрген бір қазақты көрмедім. Аналардың айтып жүргені жалған. Тоқташ. Осы Саматтың жалған патриоттығы ұнамайды. Келесіде қайталанбасын. Қайталанбасын. Енді қайталанбайды ау. Тоқтатыңдар, ассалаумағалейкум, Екібастұз! Құрметті достар, біздер... Райман, қоламда не болды? Кеше үйде киім үтіктеп атпайын ба? Сосын біреу телефон сағат. Сосын алып құлағын күйдіріп алдым сөйтіп. Ал екінші құлағың ше? Енді скорыйға соған ба дедім. Жарайды, Жайдарманымен шын мәнісі не болды, соны түсіндіріп берші. Кеше мені бір 6-7 ұрып кетеді. Обалым жоқ. Сосын не істедің, өшіңді алдың ба? Қой, жоқ. Неге? Білмеймін, пранк деді ма, вайн деді ма, біреуді ұстатпай кетті ғой. Қарғыс атты, Юпрем. Жеттір. Дәл
дәл осындай ұсақ түйек нәрсені айтпай ақ қойшы. Кішкене ойынға салмақтырақ қарасаңдаршы. Ой, үлгі алсаңдаршы, үлгі тұтатын азаматтар бар ғой, солар үлгі алсаңдар. Ой, мысалы Наруто мысалы. Нарутодан үлгі алсаңдаршы, ой, сан қилы тағдыры бар ғой, мысалы, қараңдаршы. Ой, жетім бала ғой, былай қарап тұрсаң. Әкесі 9 жасында танып, әкесі Хокаге бола тұра, ол генийм болуға ұмтылды. Күнігей сөрегендерін ұштап, ата жауы Орочимарумен күресті. Ой, үлгі тұтатын азамат қой. Сол үлгісін тұтатын азамат па? Мына мультик қой біз ол деген. Болмайды да? Онда кім бар? Мысалы, қазақ алқасында әділет ағаңыз. Үлгі тұтатын азамат қой, мысалы. Үлгі тұтатын, қарапайым депутат, оның несін үлгі тұтасың? Басым жасайма сен? Не айтып отырсың? Дюдаист қой. Қазір айналып тұрып, проектті қарап таса естейсің. Қарап тұрмайсың ғой. Басым жасайма, е? Қашасың ғой? Ендеше бізде қарап тұрмаймыз, көңіл көтереміз! Let's go. Yeah, on the corner of my eye, I see the red light and I don't slow down. Turn one of the seat up ahead is. Құрметті достар, сонымен алғашқы әзіл қарапайым мектеп сабақты өте қатты жақсы оқитын, бірақ сәл тентектеу қыз. 1943 жылы жиналысқа қатысқандар Адольф Гитлер, Штирлиц, Уинстон Черчилль. Еще Уинстон. Әлемдегі ең кішкентай мемлекет Ватикан елінде болған жағдай. Такси. Қай жаққа? Аэропортқа. Отыр кеттік. Аға, осы біздің үкімет келдік. Жалғастырамыз. Сонымен өмірде неше түрлі адам бар. Кез келген жағдайға дайын жүретін жігіт. О, братишка, ақша қайда, ақша қайда, Ассаламу алейкум, ахи. Уалейкум ассалам, Өте креативный ауылда болған жағдай. Ақ серек, көк серек, менен сізге не керек? Жылу, жарық, су. Ойнамайын мен мына ойынды. Әкім мырза. Құрметті достар, барлығымыз білеміз, жақында Баян Есентаева атақты рэпер Скриптониттен өзінің келесі рэптерінде Қазақстанның жолдарын айтуды өтінген болатын. Сонымен кезекті концертте Скриптонит. Қазақстанның жолдары өткен тауық. Құрметті достар, барлығымыз білеміз, Шыңғысхан өзінің 500 әйеліне 500 түрлі қылып сөз салған болатын. Сонымен әбден шаршаған Шыңғысхан 457 әйеліне сөз салуда. Давай ма? Сразу айтпайсың өз, давай деп. Қарындас, давай ма? Құрметті достар, қазіргі таңда 2000-2001, тіпті 2002-2003 жылғы жігіттер үйлену сәнге айналды. Сонымен дәл осында 2000 жылғы баланың тойы тілек айтып тұрған жігіттің құрдастары. Жасик, родной! Родной! Тойға аласың, Родик, бауырым! Родной, мына далада жауып атқан жаңбырда, родной, да? Сен үйленген дейскен қыздарды көз жасы шығар, родной! Родной, қолыңа қондырған құсыңды да, родной, да? Дұрыстап аяла, родной! Достойно аяла, родной! Сосын нема, бауырлар, роднойлар, жегелар. Той біткеннен кейін чё там? Құрметті достар, зерек оқырмандар бір кітапты басынан аяғына дейін оқып бітірмей, оған жақсы жаман деген баға бере алмайды. Құрметті қазылар алқасы, шешім шығаруға асықпаңыздар. Сіздермен бірге болған Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Рахмет. Самғайды биге тек сен қасымда болғанда, бұныңды болса екен.
сондықтан біз бірге жетеміз арман қуамыз тек бірге сезімге бер біз әншілердіміз біз оны қашамаймыз құтылмаймыз Бәрібір күн Кока-Коламен дәмді. Попробуй чувства проникнуться, от них уже не... Ой, бәлекелді, Евразият Жайдарман тобына бір ду ол шапалақтарыңыз. Қысқа нұсқа ойын жайлы Әділ Қазылар алқасынан Дауд Дәурен, Ергазин. Мен хабарламай қойын, әрқайсыңыздар бір-бірден тұрып сөйлей беріңіздер, нақты шешімін соңында төрағамыз айтсын. Мен мына жерде бал санап кішкене жазып. Ал, Ергазин Дәурен баста. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, біраз шыдамды болайық. Ойын негізі жақсы өтті, келесі ойынды бұдан да жақсы болсын деген тілектемін. Кеш жарық Лигос жастары, құрметті қонақтар, шын мәнісінде бүгін өте жақсы ойын болды. Алдағы уақытта барлықтарына сәттілік тілеймін. Маған өте қатты ұнаған команда Жезқазған Сарыарқа, Ақсу және Евразият. Рахмет сіздерге үлкен. Бүгінгі ойын өте жақсы өтті деп санаймын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Қайырлы кеш, достар. Енді бүгін өте тамаша кеш болды. Сіздерге таланттарыңыз бен өнеріңізге жана берсін. Енді осылай әрқашан тек қана жеңіске жете берсін. Әділ Қазылар алқасының төрағасы Нияз Құдайберген бір қысқа ойын жайлы командаларға беретіндер. Құрметті жастар, жетестер, құрметті қадірлі қонақтар, қош келіпсіздер. Ойындар бәрі жақсы өтті, дегенмен ойынды дамыта беріңіздер. Өткенде де болған, маған ұнаған. Өткенде де Жезқазған командасы, Ақсу бүгінгі енді сіздерге толағай табыс, жан жақты дамой беріңіз.